Камидулла Ернар Елдарұлы. Құлан агротехникалық жоғары колледжінің 4-ші курс ветеринария мамандығының студенті. Мақсатым білікті маман иесі болу. Егеменді елімнің өркендеуіне өз үлесімді қосу, жануарларға қамқор болу, оларға сапалы медициналық көмек көрсету. Барлық күш-жігерімді оқу орнының қоғамдық өміріне арнадым. Ұстаздардың жетекшілігімен түрлі байқауларға, жобаларға, олимпиадаларға қатысып, өсіп жетілдім. Колледждің тәжірибелі ұстаздарының сабақтары, клиникадағы түрлі көптеген техникалық құрал-жабдықтарында жұмыс жасау, өндірістік тәжірибеде жануарлардан сынама алу, диагноз қою мені таңдаған мамандығымның әлеміне баурап алды. Оваректомия, вазоктомия, мастит, руминотомия, трепанация сынды көптеген оталарға қатысып, жануарларды аман алып, алғашқы көмек көрсету жұмыстарын атқару менің мамандыққа деген талпынысым арта берді. Ветеринар тек мамандық емес, бұл жүрекпен жасалынатын іс. Әрбір жануардың өмірі біздің қолымызда. Медицина адам денсаулығын емдесе, мал дәрігері адамзаттың болашағын емдейді деген ұғымда маған сенімділік пен нақтылық береді. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Қазақ атамыз айтқандай, мен осы колледждің студенттер арасынан суырылып шыққан президентімін. Білім алумен қатар қоғамдық іс-шараларға белсене қатысып, көптеген қоғамдық жұмыстарда қайырымдылық іс-шараларға белсене араласып келемін. Ат ердің қанаты демекші, қазақтың ұлттық көкпар ойынымен шұғылданып, ауыл арасында өтетін жарыстарға қатысамын. Жылқы малы маған ерекше бір күш-жігер береді. Әрбір жетістікке жеткен сайын мен өз мақсатыма деген қадамымды дұрыс жасағанды түсінемін. Кешегі арман бүгінгі мақсатқа айналды, ал ол ертең мен жасай алатын шындыққа айналады. Бастысы осы жолда қиындықтарға төтеп беріп, тек алға қарай жүре беру.